ойыңызды айтасыз ол қысқаша. Elden жиып келген арам байлығыңды төксең де құтылмассың. Жарыққа таныңдар! Жарыққа таныңдар! Өлшен шуылдақ қарбашаның көзінше. Кіші ханым десе, тағынан таяр ма еді? Тақ деп бұңғай. Жасаған не? Өзің еші. Оған тақ қайда? Тайқы маңдайына біткен бақта бұйырмас ендігі жерде. Әміршім менің күндіз кетіріп, түнде жандырған құшағымнан босана салып, соңғы жорымна дабыл қаққан жоқ па? Өзегіне шоқ боп түсіп, жаны бұрқсар қайнап жатқаны сонда. Ендеше, ендеше саған шоқ. Әміршім ат жағында опас қақты. Шақарға кіргенде тағы да. Мінекей, осы кіші дауға түссе. Аймаған құшы, тобы қаққан шашыма оратылы. Айдың көзін қызықтырып, қытығымды қандырып. Әшейінде бұл-бұлдай сайраған қызылдыңым. Жоқ-жоқтан басқаға келмей жатсам не? Бәйбіше, саған жоқ. Құлағым сізде, ханым. Кеше, бас уәзірдің аузынан. Әміршім хақында қандай әңгіме естіп қалдым деді. Қазір. Құлағымды түгел алсам, әмірші батыстағы Берке сарайының тас-талқанын шығарыпты. Иә? Ал халқы болса, қойдай маңырап,
жайлы ештеңе айтқан жоқ. Ендеше құлағыңды мұқият түге жүр. Сенің бар құның құлағында тұр. Бар, құп! Құп, ханым, құп! Әзірет деген сарайдың тасын топырақтай шашып, халқын қойдай иірісімен әміршін, жан рахатына бөлейтін құтты мекенге сот ораларды. Қалың қол кердейлетіп, сырын айлатып, таупаз қақтырып шаһарға кіргенде, қуанғаннан көрдігі өмірден өзі сақ-сақ күлем. Содан кейін меңеу дәурен, сары қарын, сары тіс боп, немерелерін жүрген есі сасыған бәйбішеге ерегескенде, әміршімді санадайдан қандай қақтыратындай қарымдай сездеп отпен қосылсам екен. Әлгі соқыр бәйшіні шақыртып алып, әміршімнің ғажайып жорығымен теңдесі жеңісі жайда дастан шығартып, ауыздан ауызға таратсам ба? Бірақ бұл көзге көрінетін, қолға ұстайтын зат емес. Одан да мен алтынмен аптап, күміспен күптеп, бойына ер-тұрманмен 5 қаруын солтырсам ба? Есетімде. Бірақ әміршім оған да зәру емес қой. Естесем болады. Айтпақшы, түсімде ұшар басы көк кірмелеген керемет мұнара көріп ем ғой. Иә, сол түсімде көрген кереметті әміршімнің жеңіс салтанатына арнап салдырсам, оны махаббат мұнарасы деп атасам, менің мәңгілік махаббатымның ескерткіші әміршім ғұмыр бойы көз жазбай өтер еді. Бәйбішеге жоқ. Құлағым сізде, ханым. Бар, шалғын мұрт Хиндустандық бас шебер шақыр. Бас жіберді? Иә, тез. Құп, ханым, құп! Аса мәртебелі кіші ханымның бұйрығын тыңдаңдар. Уақыт тығыз. Бірақ сол аз мерзімде шаһардағы ең биік мұнаралы ғимаратты көтеруіміз қажет. Өз арбағаны көк күмбезді мұнарасы ақша бұтқа бір тиіп, бір тимей тұруы қажет. Дұрыс қой, бірақ Сонда мынадан да сәулім етіп пе? Ай, сонда анадан да көрікті етіп пе? Сонадан да ауқымды етіп пе? Бәріңе де түсінікті шығар. Кешпен күйген құстың алды келіп жетеді. Кірісесіңдер. Әміріңізге болды. Тек оның көгілдір мұнарасы кім әспеттеп шығарады? Кім әспеттейді? Жаппар есімді жас шеберді таптым. Әкесі құмырашы. Өзі асқан мұнарашы. Жап-жас болып, қайдан оқыған өнер екенін ит біліпті. Сырының өзі тасқа жұққанда. Ой, көрерге көз береді. Көз! Яқтасыңдар. Бол, тез-тез сізге. Кіндігі, қане болса болды. Кәне. Ешқаншама салынған ештің Мұнарасын көтерген. Балмағылап балданды деген жамалат дейін. әміршім сыйлаған Бір табақ динарды. Етегіне салып күндімде қашып жоғалған. тәйірі бұл да секер екен, Жап аузыңды, көзсі. Құлға бостандық берсе, қабыла біледі деген сол. Міне, ит
arkası kıyandan kuygun kırpıştı kelip jetti. Hepsi bilen hep aldaş tutasdı. Özüm koyayım. Hem doyum. Dostqa külkü düşmanға taба olmayım. Emirşi yemnin beyirin. Kişi hanımның ıkılasın sürüyor. Kane, ay. Ay diye kızındır. Ay, ay. Ay, yenge жазып sal. Жетім қыздың тойына етіп бастаған есен. Сол айтам. Кішінің өзі болса, сол есеге. Ақсақал, көксақал, түгел қауымға сәскелеп бата беріп отырған еді. Ханым демесең, атын қоймайға. Жұмысты. Жүрсіз. Қатын бастаған көш оны түнбеді. Кені кеткенің сақалы кеңірдегі неге. Шақырып тұрмасына не қылсын? Жап-жарық. Біреуін тоқтатса, біреуін бастап. Бақсымыз әлеге қалар. Жұмыстан істек. Әле, кіші ханым осы сүріндіріңдер. Kastım, aldı жетіп қалана бастады. Ханым бұйырған соң, жанымызды аузымызға түстеп, шауып жатыр бізді. Тағы не тапсырасыз? Кіші ханым, ғимарат қылыңыз. Күн сайын өзім келіп тексеріп тұрамын деді. Өзі, уақытты қыз, тез етсіңдер. Әміршіміз айлы жақсы хабарға құлағыңды сала жүр деді. Ne? Dervişim Ой, жоқ. Оны тек өзіме ғана мұқияттап айтқан. Қысқасы, кірісіңдер жұмысқа, келдіңдер. Бұл не деген ертеңгі кеш құлақ сасытқан шамшон? Балғаның тасылы. Тастың дөңкөліне тас керен болуға айналдық. Бұл не? Олама мазарына? Sabır beyimşe. Sabır. Sabır beyimşe. Kışı hanımның pərmeniмен bir Allah'a yani әмірші ene sıyınıp iske kiristik beyimşe. Құрттаған шымыштың құйрығындай болып тұр. Мына біреуің кім? Әміршімнің әдеттегідей жеңіспен оралуына арналған ғимарат бәйбіше. Тоқтат! Үш жолда етегі бір қанамаған тоқам. Енді әміршін мұнара салып алдарға тай деген ғой. Қуып қарай көрші. Бәйбішем, махаббат мұнарасы болады депті. Көрген жерден күндік жанды қуанышқа бөлейік депті. Сіздің жатын бөлменізге күн көзін сүртпеймін депті. Болмағынан аяғыңызды басымайын депті. Солай де. Біліп ем. Ойынның ойры. Тойының топалын шығар.
deydi. Hemşerimin küp kalmasın. Böyle şey. Ya, kayıp kalmasın. Bak! Küpünün kayıtasın de. Kes! Komutanım.
естідім. Құлағымды тіге қалсам, Я? ана қойма басқарушы. Бәйбішеге сыбырлап тұр екен. Сыбырлап? Соны ести сала, тура өзімізге ұштың ханым, өзімізге. Неге сейші? Таң алдымдардан айрылсам да, шаңғалдамдағы түгел болсам. Нөкер қыз? Нөкер қыз? Мұнара бітпеді ғой. Енді қайттық, мұнара бітпей қалды. Бар, бас жібер жақа. Құп, бас жібер. Болсашы. Кешіріңіз ханым, бас жібер. Hanım, amanın üstünde değil. Мұнара қашан бітеді? Түмен алтай бой сипақтап жүріп алдыңдар. Hanım, Altay'da aynalasa at çaptırım bunday imarat bitse de zorluğun küşümen bitedi hanım. Бұны мен не демексіз? Жанталасамыз де ağır başladık. Moynumuz ırgayday, bitimiz torgayday oldu. Kanadı çok aytmese pır edip şükür demek. Hanım, Munara bітуге mene keldi. Ana bir kalgan barışımızı. Бүгін, ертең, екі күнде бітсін. Bugün ертең hanım, tағы bir gün қосыңыз. Hanım, tағы bir gün. Айтқаным айтқан, бар! Olsun hanım, olsun. Hayırlarınız olsun hanım. Hayırlarınız olsun hanım. Hayırlarınız olsun. Жәудіреген көзін ай. Көппетсің көзі. Түні бойы түсінер емес. Ертай. Айтуға адам аузы қиыспас. 3 жылы өтті. Ана бір тесіктен мөледі тартшылған. Десе де көзін ай. 3 күн қалды әміршін беруіне. Енді бетті жанағы бас жебер. Бөте ма жоқа мұнарасы. Дұшпанның санын бұрылғанда. Сізге арнап, махаббат мұнарасын тұрғыздырып ем. Бір жамауы жетпей қалып десем күлерде қояр. Сол күлкінің астарында қандай ызға жатқанын тірекпейін де білмес. Ашығымен ойнаған бала күшік. Арыстаным ұрдыса, көмекейінен көкте өтерсін. Ханым, мұна албырт жас, қайда қол созғанын білемеусің, білмейме. Нөкер қыз, берген. Біз барып, бұл дәмесінің дейсіздік екендігіне көзін жеткізуіміз керек. Өзінде ажалға, мені масқараға ұрындырмай тұрғанда, мұнараны бітіре көр деп шалмау бар. Ханым, бұныңыз бе, тұрыңыз. Ханым, қайда кеттіңіз? Алда, апарып бер, бар. Қой, ханым.
Işım şiddeti aşırayı tekseledim. İşindeki en suluğun tandamaları. Halk alganların bölmelerini işledim. Bunlara tübünce kadar tüzülgen köp güyme kamdarlı boşarak durdum. Birazdan soň gana sarayga karay betledi. Oğluna varsa şokta gitmiş, gidi görmüş dedim şolladı. Demesin kara sakalı, kanına ömür boyu kuşumu getirdi. At bölümün zaman. Avroyla oraldınız be Emirşim. Kasmaskan jauğumuzun belini köp. Nereğimiz tasılı mı Emirşim? Arpaskan jadym omurtkasyny üzüp, aydargızdan jeylestimi Emirşim. Ağısımızda Allah oldu. Arvak zar boldu. O jingisiniz be Emirşim. Kökte Allah. Jerde sözsüz Emirşim. Halkımız tileğinizde tilep, ertende geç münacat edüde Emirşim. Siz yok da kın kögüne ay asmandan şolda sürüsünün жаңылғандай болды Emirşim. Ya! Ol. Aşam payda bolgan. Aşam eкен. Кіші ханым, сіздің жеңісіңізге арнап салдырды Emirşim. Tek düşürdün. Burundu sikilim көрсетті ғой Emirşim. Emirşim, Sizge degen özünün rızaşılığın, hürmetin osılay bildiredi Emirşim. Шаһардағы ең үлкен бұл көгілдір күмбез ел арасында махаббат мұнарасы атала бастады. Emirşim. Аш шеберді шақырыңдар. Барып тамашалайық. Әміріңізде болды. Шақырыңдар. Аш шебер. Аш шебер. Әміріңізге қолды құрдық Emirşim. Бізден де бір құлдық. Жерге өгірлік таяқтай тұрсыңдар. Тұрған жерде шашылмайды. Бейбастық қанма. Әміршейден 60 шебер 6 ай бойы жатпай тұрмай сізден қызым еркетті. 500 құл тас жеткізді. 200 құл тастың бетін өңдеді. Құрылысқа арба жеккен 95 пілді пайдаланды. Мешіт ғимаратының ішінде әрқайсының биіктігі 7 құлаштық 485
Бәрекелді. Бұл көк мұнара қай шебердің қолдумаса? Әміршім, ортөбелік құмырашының ұлы жаппар бар өнерін сағылтпақты. Бәрекелді. Анасынан адам сүт емген екен. Дәл айтасыз, әміршім. Әміршім, зер салыңызшы. Алыстан қарасам, кісіге қарап жарқырап күледі әміршім. Алмысын шексіз. Жақын келсеңіз, биіктен, асқақтай түседі. Әрі күлімдеп тұрған келбеті сұстана, айбаттана бастайды әміршім. Сәл іргесіне келсең, зеңгір көкті төбесімен шалқалап тіреп, жатып алады әміршім. Махаббаттың мәңгілік мұнарасы шынында да осындай-ақ болар. Назар, Дәппай әміршім. бес салған 60 шеберге 60 қалта алтын динар үлестір. Мына бас шебер мен жас шеберге сыбағасын келттір. Әміріңізге болдым. Жомар қой, жомар. Қабылық, жас шебер. Сен де болғама, ал. Сүйікке бүккен сақилығымызға тәнтіміз әміршім. Шексіз ризамын. Әміршім, ризашылығымыз шексіз. Әміршім, аман болсын. Әміршім, аман. Қайға сабын айтыңда. Қалайық, жаңа мешіттің құрметіне, яки махаббат мұнарасының құрметіне 30 күн ойын, 40 күн тойын болар. Көкпар тартылар, алтын қабақ атылар, түйе балуан, өгіз балуан, барлық күрес болар. Көргенде арманда, көрмегенде арманда. Әміршім, әлгі әңгіменің жалғасын ләппайда естіп отырсақ дейміз әміршім. Әміршім. Ләппәй тақсыр. Ләппай әміршім. Содан Ақтөбенің аймағындағы сайтандай сары шашты кәпірлерменен шекаралас қойында шатқан Мерке сарайына 40 күнде жол кештік. Қыдан жортпас, құс ұшпас, елдің шөлдалана текеметтей тілдік деп отырдық. Тоқтамыстың әскеріне қарсы үлкен соғыс аштық. Менің отпен суға бірдей суырылған сарбаздарыма төтеп берсін бе, пашақ-пашақ үшін бет-бетімен қашып. Білмем-ау, я Алла, өзің олай көр, қайран еңгілігенерім ай десеңші. Елімнің қамқоры, жер жаһанның иесі ай десеңші. Әлгі тоқтамызды айтам. Ай, тілерсең қидырған қарсақ құсап, орысының құшағына танығаш. Ай, сенің айтпайды. Әттемес сарайын тып-тыйпыл етіп талқандап, қоластындағы жартылай кәпірге айналған жұртын бағындырып, мұсылманның жасыл туын сүйгізіп, билеушімді тағайындап, Қаптауын асты. Қаптауының жота-жотасына өріп кеткен ұсақ, ұлтта қоластыма алып, еділ мен жайықта көктей өтіп, Сарайшық шаһарына келіп, иманы бұйырғыр, Нағашым Батудың басына барып, дұға бағыштады. Бәрі жапа-тармағай дастарханға қол жүгіртеді. Әмірші, алдында тұрған табақтан ең үлкен қызыл алманы қолына алады. Алма, қабылдасты дәнге. Екіге ашқанында ақ сарбас қот шығады. Әмірші, тіксініп қалады. Ай, көрегендісі, көреген
Elçilerdi neге şakırmağansınдар? Əmrişim, şakıldı. Beşine şakıldı əmrişim. Yekevun aldırttık. Hazır bir yekevun köpçülüktün arasında bölüp jiberdi. Bir-birine davul sastırıp, kengirdekleri öğretip жатқан болар. Əmrişim, қаласаңыз, жеңілін алдырайын. Şara айтқанда көмейі бүлкілдеп, таңға қайыру бермейтін соңғылап айтшы шалбар деп естіген. Соны алдырыңдар. Әміршім, ол қарабасты, оңбай кетті демек. Білтәгіме турасына көш. Соны алдырып алыпты. Аузына не келсе, соны оттырып демек. Әміршім, алжан қақпастан. Әміршім күнде өйді дейді. Қандас бауырлар қырынға ұшыратты деп ойбай. Әміршім, Айналайын қасиетті топырақ, мұнша болып туар мұсың қартады деп, міне, халаның алдында көлекесінде аңыратып отыр. Сен не айтты? Қолың бос болмаған. Жеркесіне жет жүйріп. Осы сөз рас па? Әміршім, өләндіру үшін жан берсең, әміршім. Оның барар түрі сынған әнішім. Дарғасып көрек. сенің үшін. Ендеше, алдырыңдар алдыма. Әміріңізге қылдық. Дәл осы сәтте алманы алып кеткен әйел тағы да табағына алмасам әміршінің алдына қояр. Әмірші ең үлкенін қолына алады. Алма тағдырынген тағы да ішінен ақсан басқа өрмелеп шығады. Бәйбіше тағы да кектеніп кіші ханымға İşte Əmrişim dostu. Әлемнің төрт бұрышына түгел тіреу қойған әмірші жайына ғайбат айтыпсың ба итшім? Осы ақиқат па? Рас десем өзіме обал. Өтірік десем өзгеге обал әміршім. Мәселе менің сөзімнің сізге қалай жетуіне байланысты. Самал соқса ішінде шаң тозаң болмайды. Олар жолай жүре келе ілеспей ме әміршім? Ендеше кірген бетте әміршіге неге тағзым етпедім? Соны айт. Зағиппын әміршім. Абайламай жандай шаттарыңыздың біріне қарай иіліп қоям ба деп қорықтым, әйтпесе махаббасымды имейсізден аяды ғой дейсіз бе? Соқыр екенсің ғой өзің. Соқыр болмасам ақсаттың қолына түседі ме? Әрекенді бе итшім? Бір туар ерекенсің. Әзір, әйтшіге бір қалта алтын сыйла. Қалған ғұмырын тарықпай өткізсін. Әміріңізге қол. Бәйітші мырза. Арнайы әміршімнің сыйлығын қабыл алыңыз. Дегеніңе
жолбарыстай жауынды жайратып келгенде сарайының ішінде арыстан ақырып жатыр ма? Айналамның бәрін әзәзіл жайлаған бұл неткен құпиялышым бар? Махаббат мұнарасы, аста дөп той, сызданған бәйбіше, сызылған, сиқырланған кіші ханым, өтеген ақ сарбас құрт жайнаған қызыл алма, құрт! Бір емес, екі емес, қайта-қайта көз алдыма, көлбеңдіп билеп шығады. Хан сарайына екі отауға сыймаған, екі күндестің бір-біріне орғазған айласы ма? Әлде анаппынан бірі күнәһар болып, төбіммен төсегімді сатқандығын сездірген ишарасы ма? Күнәсіз бекері, күй тұғайын болған бекері қайсы? Анықтайын, қанымен қынышын, қосағылтайын аспан асты, жер үстімен. Ақ сөйлемдер, адал мен харамның ара жігін ажыратпай, көздеріңді шел басып жүрмесін. Өз бастарындағы күнәні күйттер, пенде баласына жаппай, тек әміршіге ғана қатысты ақиқатқа жолыңдар. Әйтпесе, алты аспан сілтегенше тілдерін кәлимаға келмей қалады. Құп болады тақсыр ие. Әдеттегідей әділіңе құлаймыз, әміршім. Кіші ханым, өзі барды ма? Дегеніме жеттім, қаншайымның қапшабеніне қолым тиді деп жүр ғой. Шама шарқын білмей, аспандағы айға тұрылмақ тұрған неменің екі көзін ұяр болар. Падишаның ақ төсегіне дәмененген сұр қия неменің анық жазасы осы. Теңдесі жоқ, мұнара өзге өмірде орнамас үшін қандай қарекет жасамақ керек жендетім? Шешелердің көзің ойар болар әміршім. Ойып, орнына мақта тығып қояр болар әміршім. Тілектерінде бердім ендеше. Құп әміршім қолды. Жазығын көп, Балатай! Бейгүнә бола қапты. Серікшілікке тергізей ме оса? Сенің оң көзің менікі. Маған сол көрді. Құдайдан құр, адамнан не ал жендет? Мынау құдай не? Адам дейді маған. Жазаға келсе, әміршімнің өзі келсін. Апарыңдар алдына, апарыңдар. Мынау әмірші дейді. Бері қара. Тақсыр елдің сенен басқа шаруасы құрып қалған ба? Ал! Мынау ұлықтарды хабардан ба әміршім? Жоқ! Өйткен
бұл өлкеде тендес жоқ мұнара көтергенің. Оған тайталас түседі мұнара. Одан бұлай сен қол созып тұрмау қажет. Бар жоғы сол. Сыбырлағышпен жандай шаптарында ел арасына, базар ортасына қанша жіберсем де бөтен хабар жеткізбеді. Жас шеберінен кім? Кіші ханым хикаясы. Демек, ешкімге мәлім емес. Әйтсе де, ел аузына ерік жоқ. Bir şıbırlağış табылмас ба? Кім бар? Кім қалды? Бас шебер. Бас шебер. Бас шеберші. Сақтықта қорлық жоқ әмірші. Бар шындықты ішінде қатып тымтырыс жүрмесін. Айлаға сықтай жылпылдап, сөзге тартса да сұрланып, сырт орай берді, әміршім. Жылдар өте келе, өтерікті шандай, асқатты тандай етіп. Ендеше, шақырыңдар алдыма. Болады әмірші. Ey бас шебер, мұнараның шығармасына қараш. Қарадым әміршім. Қарасаң, шығармасының тұсында оң қапталда бір артық тастың тұрғанын неге көрмедім? Тұрған тас. Әміршім, көзім жасаурап кетіп, ештеңе көрмей тұр. Ендеше мен көрдім. Көгілдір мұнараның бар көркін көлегейлеп тұр. Ертең әлемнің әр түкпірінен елшілер қабылдаймын. Сонда онсыз да бір бармағы бүгілі мүттәйін немелі бір тастың кесірінен сырттай сыпайыланғанымен іштей сынтақ кетсе де демекпін. Салған сен емес, салдырған біз қымсынамыз. Кеше көріңіз әміршім, ұқтым әміршім. Сан! Тап қазір барда мұнараға көтерілді, артық таста қор! Әмірімізге, әміршім! Аяғын санап басып, еп қылаңы шыққырып, мұнараға бас балдақпен өрмелетіп десіздер. Қолында өткір балда, бір тасты. Салды да қалды, түгелге қиратты. Осынша жалған тақсыр ем, өзіңіз айтып. Жан аузыңда! Кәтсәп! Зиянкесінің қолын байлап,
аяғын бұғаула. Махаббат мұнарасын аман сақтап қылды. Әміршім, сіз айтқасын мен көтеріліп мұнараның басына бара бергенімді. Басқа пәне. Неден? Тілден әміршім, тілден. Ендеше тілін қырқап, шынтитып, тастандырсын дамға. Қоп-қоп бұл. Келе бәрін шығамын. Өзгелер киіп қобалдан шетсін. Ал біз үйірмен ұштағыз деп әраңдарға көз сүзейік. Садақ жебесін қамдайық. Айтқандар өзіңіз, Құранның сүресінде ақиқатқа емешін. Жарайсыздар! Өзіңе қояр сауалым бар, Қасар Мерген. Құлағымды өзіңізде, ниетім сізге бұрылған әліші. Ендеше, менің неге іргеңді аулақ салып, соңғы кезде жалғыз өзім тау-тас тігезіп, кісі киіп болып кеттің. Бейік таудың басын көрді. Сізге барма деп еді. Барса же. Өзімді Құдайдай сыйлаған жанның пендешілігін көріп, көңілің ел көшкендей құласып қалуы мүмкін. Солай де. Бірақ тым суық тартып өзгердім, Қасарым. Өзгерген жалғыз мен емес шығар. Үшті ұлтын басы. Арқар! Арқар, мүйізім бара шәшілдім. Адам қандай болып шаншылмын. Жолсыздығы. Жоқ. Оңаша қалғанда сенен бұрынанға садақ кеземегенді өзің де білесің. Жол өзімдікі. Құп болады әміршім. Айшықтар! Мұның да көңіліне қаяу түсе бастаған ба? Қасар, қайран қасардас. Әй, бірақ, сенен маған жау шықпас. Allah!
Елеспей сағынба. Ендеше, бірге жан қинаған азапшы. Бәсе, бұның бәрі не үшін? Анам байғұс, жантасыл бедерде қандай өсиет қалдырып еді? Балам! Sen armağana жетtin. Al men armanda tek baramın. Üstünden ağırdandı. Saltındı mutlu görmeye. Oğan da oğlu tek. Kaptan kaldı askerimde. Kalkanımdan mutlu görmeye. Oğan da göz ötedi. Жан-жағымдағы әр қатыннан тараған торпағымды айбар тотпа. Оларға да сөз етеді. Қайбырстық суығымды бір көріп, бір көрпеден өретін әйелім бар. Әр көрпеден өретін әйелім бар. Беде бір сауығымдағы сенен көрі, бауымдағы құлының жақын олым. Тағы не айтайын дедім. Тәліде өз қолымен тағын ешқайсыны берме. Қарқысып бітер. Таудан түскен соң балалы қатынды сағалама. Баласына арқа сүйеп басының қадырын кетірер. Балалы қатын сағала. Баласыздықтан қорғаштап өзіңді пана тұтып өлгенше сыйлап өтте Allah'ım. Дүниеде не жаңалық, не көріп, не білгенің бар. Дүниенің тілегі сіздің үстіңізде, әміршім. Ел не дейді? Ел бұны сіздің көрегендігіңізге табынса, енді жолбарысты жалғыз-ақпен жайратқаныңыз десін. Елді баһадүрлігіңізге бас иіп табылып жатыр, әміршім. Солай де. Солай, әміршім. Шығыстағы Қытайда, Құбылабеттегі Хиндистаннан елшілерге өзіңіздің қабылдауыңызды тосып отыр. Әрқайсының келмен қол үстігі сыйлығы бар, әміршім. Кірсін. Әміріңізге қолды. Әміршім рұқсатын берді. Әрине. Жесірмен барып асырдың
Шымырлағыш пен сыбырлағыштар. Жандай шақта жайлағаннан салма. Аспан Алланыкі болса, жер үстінде менің билігім емес пе? Бұл жәннат жайдан құл жаныма бір байыз таппағаны ма? Бәрі осы сиқырлы мұнараның әлігі я! Эй, қайдасыңдар? Құртыңдар мына мұнараны, жоғалтыңдар жер бетінен, өшіріңдер көз алдымнан. Бұйрық орындалар Әміршім, қазір талқандаймыз. Махаббат деген не? Мен білсем, тірінің азабы, өлгеннің тозағы. Мені шыбасында саудаға салып, сақина орнатып, бұдан басқа жылтырақ тесік монша құрып қалып ба. Онсыз да халыққа бар қадірім қалтамға жоқ екен. Ендеше құртайын көзім. Қайдасыңдар? Әміршім, қиратайық па мұнараны? Құртайық па мұнараны? Кіші ханымды дарғасыңдар. Кіші ханымды дарға! Қолымыз бар, дар тұзақ қайттардан. Солай деңдер. Бұйрығымыз орындалады Әміршім. Сайықтарға. Барыңдар. Махаббаттың арасы алдында электрде қаққан Әміршіге сен де бой беруден қалдың ба? Мен кетермен бақиға, сен қаларсың, төрт тағандаған қалпыңда мәңгілікке қол беріп. 5 күндік бұлағайда үйреніп, келер ұрпаққа аңыз болып жетер. Ұрпақ ауысқан сайын ауыздан ауызға өтіп, сан түрленер, мың құбылар. Махаббат жүрген жердің бәрі көзсіз сүйіспеншілік емес, алыс пен азаптан, зұлымдық пен құпиялы жұмбақтың қоса жүрерін сен әйгілеп тұрарсың. Аңыздың шегі жеткізбес. Кім айтса да менің мәңгі өлмес рухыма тәу еткен тағзымы болар. Енді қайттам. Қашанғы
Құлағында бұл ортада көзіңді жұмып құлағыңды басып отырмақпын. Көзіңді ашсам, салаңдаған сиқырлы мұнара күдігімнің құртын оятады. Құлағымды босатсам, сыпсың кілсіміз көңіліме тіге болып қаталады. Қалай құтылам мен бұдан?